Бүйрек адам ағзасындағы нағыз фильтр, зат алмасу өнімін шығарып отыратын адам организмінде ең маңызды мүшелердің бірі. Осы бүйректің құрылысындағы тостағаншаларында, түбекшелерінде және де ары қарай несеп ағарға қуыққа тастар түсетін болса, онда біз оны несептас ауруы деп атаймыз. Енді оның белгілері қандай деген сұраққа тоқталайық. Ең бірінші белгі тұсындағы ұстама тарзы қатты шаншып ауырсынады, науқас орын таба алмай мазасызданып кетеді. Лоқсу, құсу және жиілеген қиындаған зәр шығару процесі. Температураның көтеріліп, қалтырауға дейін баруы. Пастернацкий симптомы оң, яғни дәрігер сол бүйрек аймағына бір қолын қояды, екінші қолымен алақанымен соққы жасағанда қатты ауырсынады. Несеп мөлшерінің өзгеру, яғни олигурия деген несептің 500-ден төмен болуы, ал анурия деген 50-ден тіпті мүлдем жоқ болуы. Несеп түсінің өзгеруі, макро және микрогематуриялар, ол дегеніміз несептің түсі қызғылтына тас тұрған жерлерді қабындырып қанталаулар болады. Сондықтан несептің түсі өзгереді. Лейкоцитурия және пюрия бойынша несептің түсі бұлыңғырлануы мүмкін. Ендігі сұрақ бізде бүйректе тас қалай пайда болады? Ең бірінші оның себебі тұқым қуалайтын фактор бойынша. Екінші каузалды генез, яғни экзогенді және де эндогенді. Экзогенді деп отқанымыз сыртқы орта факторлары, климаттың және де су құрамы. Мысалы, су ішіп жатқан суымыз құрамы таза болмайды. Сондықтан да баршамыздың үйімізде фильтр болғаны абзал. Үшінші алиментарлы факторлар. Тым ащы тағам қолдануымыз мүмкін. Мысалға, майларымыздың құрамы таза емес болады. Соның барлығы әсер етеді. Төртіншісі, еңбек ету жағдайлары бойынша, яғни мамандыққа байланысты залалды өндірістер, ыстық цехтар, ауыр дене еңбегі, тұрмыстық ерекшеліктер бойынша бір қалыпты отыру үнемі гиподинамия болатын болса да, тастың пайда болуына алып келеді. Эндогенді факторлар бойынша жалпы себептерге тоқталайық. Минералдар алмасуының бұзылысы, А витаминінің және Д витамин жетіспеушілігі. Д витамин жетіспеуі не үшін сіз ойлайсыз, не үшін ол тас пайда болады? Өйткені кальций бізде Д витаминінің көмегімен ағзаға сіңеді. Егер Д витамин жетіспейтін болса, кальций барады да бүйректе тас болып жинақтала береді. Мысалы, сіз кальцийіңіз аз, тісің сынғыш деп кальций ішуіңіз мүмкін. Сол кезде сіз егер Д витаминіңіз ағзада аз болып жеткіліксіз болса, ол ішіп жатқан кальцийіңіздің барлығы барып бүйректе жинақталады. Сондықтан да міндетті түрде кальций жеген адамдар Д витаминін анализ арқылы тексеріп алу керек. Және бактериалды интоксикация және гиперпаратиреоз. Өйткені ағзада кальций сіңбей жатыр деп ойлап, бізде паратгормон, яғни қалқанша маңы безі бізде паратгормон деген гормон өндіреді. Сондықтан да ол гормон бізде кальций мен фосфордың алмасына жауап береді. Кальций ағзада жоқ, сіңбей жатыр деп ойлап, ол одан сайын қызметін арттырған кезде гиперпаратиреозға алып келеді. Дәрілік препараттарды шамадан тыс қолдану, мысалға сульфаниламид, антибиотиктерде мысалы тетрациклиндер, асқазан жолдарына қолданатын антациттер, мысалға қанеуға қарсы аспирин, қабынуға қарсы глюкокортикоидтар, одан бөлек ұзақ уақыт толық эмболизацияланған науқастарда да бүйрегінде тас болуы мүмкін. Енді жергілікті себептерге келетін болсақ, уродинамияның бұзылыстарына әкелетін себептер, яғни бүйректің төмен түсіп кетуі, нефроптоз болғанда, несеп ағардың структуралары болса, несеп шығар жолдарының аномалиялары, мысалы инфекция болуы мүмкін ол жерде, рефлюкстардың болуы және несеп шығарулардың қиындауы, немесе жалғыз бүйрегі бар адамдарда да бүйрегінде тас болу процесі жиілейді. Келесі сұрақ, біз оны қалай анықтаймыз, қалай диагноз қоямыз деген. Ең бірінші анализдер бойынша жалпы қан анализі. Ол жерде біз қабыну процесі болғандықтан лейкоцитоздың суға ағысуы, яғни нейтрофилдің жоғарылауы, эритроциттердің тұну жылдамдығының жоғарылауы деген сияқты. Ал моча тапсырған кезде жалпы зар анализі бойынша ол жерде біз макро және микрогематурияларды, кристаллурияны анықтаймыз. Биохимиялық анализі бойынша бүйрек ауруында міндетті түрде креатинин, мочегина деңгейлері жоғарылап кетеді. Сосын уреазды белсенділікке анықтаймыз және де бактериологиялық себінді, яғни бакпасев. Ол жерде біз зар шығару жолдарында қандай да бір инфекция бар екендігін, немесе олардың инфекциялардың қандай антибиотиктерге сезімтал екендігін, тұрақты екендігін, яғни резистент екенін барлығын анықтай аламыз. Міндетті түрде коагулограмманы тапсыртамыз және де тастың химиялық құрамы қандай, паратгормонның мөлшері, кальцийдің мөлшерін анықтауымыз керек. Өйткені тастар кальцийдік тастар болуы мүмкін. Енді инструменталды зерттеулер бойынша рентгендік, яғни оның ішінен бөлінеді шолу деген, яғни обзорный урография және экскреторлы урография. Міндетті түрде бүйректі УЗИ-ға түсіреміз және де қазіргі таңда более информативно бізде КТ, компьютерлік томография. Оның ішінде мультиспиральді деген түрі де жақсы көрсетеді, өйткені оны 3D форматта қарай аламыз ол жерде. Мысалы, видеода қарайтын болсақ, екі жақта бүйректе де, несеп бағарда да, тіпті қуықта да тастарды көре аламыз.
Енді қалай емделеміз деген сұраққа тоқталайық. Ең бірінші номері 7-ші диетаны ұстау керек. Бұл жерде біз ащы, тұзды өнімдерді шектейміз, сұйықтықтың мөлшерін көбейтеміз. Жаз мезгілі болса, қарбызды көбірек қолдануға кеңес беремін. Сосын етті қолданған кезде міндетті түрде оны қайнату арқылы немесе буға пістіру арқылы ғана. Ауырсынуды басу үшін аналгетиктер, спазмолитиктер беріледі. Егер инфекциялық процестер болса, дәрігердің нұсқауымен антибиотиктер тағайындалады. Хирургиялық әдістер бойынша бүйректе біз нефростомалар қоя аламыз, және де литотрапсия деген әдіс бар. Мысалы, мына видеода қарайтын болсақ, қашықтықтан соққылы толқынды литотрапсия деп аталады. Бұл жерде біз ең бірінші тастардың орнын УЗИ арқылы анықтап аламыз. Сол жерге аппаратты қойып, қашықтықтан соққылаймыз. Яғни бұл жерде тастарды ыдыратады. Сосын одан бөлек оның түрлері бар. Трансуретралды деген, ретроградты, террасоперкунантты деген сияқты. Және де ең соңғысы бүйректегі немесе несеп бағар мүмкін ол тастар қуықта шығар, оның барлығын ашық әдіспен алады. Оның өзінің мына жерде жазылған түрлері бар. Яғни пилолитотомия, нефролитотомия, уретеролитотомия және систолитотомия, орналасқан орнына байланысты операциялық әдістің аты жазылған.